got no roots, but my home was never on the ground. Біз мұнай бөлімінің 3-ші курс студенттеріміз. Менің аты жөнім Дастан. Менің аты жөнім Мирас. Менің аты жөнім Бекбай. Мынау жатыр жақсы. Қызық сәттер. Екеуміз бар ғой. Ең вообще негізі до конца от үйді бірінші вақтыдан бар ғой, бірінші күннен бастап 12-ші күн, 13-ші күнге дейін даже біз қайсақ қалай айтсам бір проблема туғызған жоқпыз. Ең соңында бір не болады, екеуміз алаңдап қаламыз, қар болып тұр, күшті қар болып тұр ғой. Біз алаңдап қалып қармен ойнап қаламыз. Иә, бізде дәл берді ғой, наставник торымыз тарту керек қой, уже уақыты келіп қалды. И мен уже автоматты өшірген жоқпын ғой әлі. Уже торымыз тартып тұрса, редуктор жанып кетеді ана деген. Автомат сол әйтеуір үлгерген өйтеді. Сол ең бір жағынан қызық. Жұмыс жасап жатқан видео түсіргенде жатқанда уже видео түсіргенде андай қалай өзіме өзім қол алып уже 5-6 рет па видео түсіріп еще дейтін сондай тормоздың несімен ғой, 2 рет айналып 2 жағынан тоқтау керек қой. Ал дейтін бәлен рет айналып кетті уже дейтін. Ана жерде видео түсіргенсіз бе мандыраж болып кетті. Талғат Қызайгерді. Оспан Фасылбек. Бізде Талғат Қызайгерді 96 жылы болсын. Жас Тіл табысу оңай. Осы вақтаға түскенде кішкене адамдар дружелюбный сияқты, чем мына қарсы вақтарға көбінесе 80-ші мен 90-ші жылдар айтсам білген көп общение ұстанып өздерінің біздің қасымызда үлкен кісілер өздерінің ақылдарын да айтады, ойын айтады. Сонымен өзіміз біздің жақта көбіне үлкен кісілер уже бәрі балам деп несе араласады ғой бізбен дейтін. Баласындай көріп білгендерін үйретеді каждый. Именно наставник емес, мысалы сондай біз термодоводчыда жүрген ағаларда мысалы мынау былай болады деген сияқты түсіндіреді, жұмыстың принципін мысалы айтып кетеді сондай. Сол жалпы жұмыстың біріншісінде ең үйреніп алған ең от үйді до конца өзім жасап келесі күні кейбір капризный скважиналар бар, торымыз бар. Сол кезде көмектеседі, бірақ көбінесе жұмысты өзім атқарамын. Кездестік. Барлығына қарағанда кішкене теоретически қарағанда практически басқаша. Негізі біздің жатақханамыз жаңа жатақхана, ішінде бәрі қосылды, бәрі жасалған. Ішінде қасым жататын достардан жоқ былай айтқанда 2002 жылы солармен тіл табысып кеттік. Кешке қарай жиналамыз, отырамыз, әңгіме айтамыз. Сол ішінде адамдармен де өздерінің коммуникациясы апайлар болады, аталармен де тіл табысасың, жақсы апайлар ішіндегі болады. Бізде көбіне үлкен ағалар бар, келеді, жатып қалады резко шаршап. Мен өзімнің қасымда 96 жылы мастерім болды. Сонымен бірге жүремін, постоянно тренажерға да бірге барамыз. Бірге кино қараймыз, телевизор болады ғой, сонымен бірге жүремін постоянно. Осындай алдағы иммунный кезіміз басқа компаниялармен осындай контракт болса, обязательно қатысу керек. Өйткені бізде де ешкім ойлаған жоқ, мен алып кетеді деп. Осындай шанс болып жатса, мүмкіндік болса, обязательно қатысу керек. Любой возможность қолданып қалу керек. Өзін әр бала қатысу керек қой, өзін бағы болады, мүмкін ол дейтін болашақ дейтін нефтяник па, бір мекеменің бастығы бола ма, әр баланың өз бағын сынап көру керек қой. Осындай жерлерге. По-любому теория керек бар. Боран болды, боран күні, қар бойымызды болды. Сол күні біз Дастан екеуміз түнде түнгі еще сол күні біз еще вахтада Аққұстауға барып суши заказ бергенбіз өзіміз әлгерімізбен ішке отырып соны жеп алдық. Содан кейін шықтық, сағат түнгі 12-1-ге жақын ғой. Қолымызға күрек алдық. Міне қайтсам сол жағымыз есіктен шығатын жағы қар басып кеткен ғой, бойымызға дейін. И біз ерігіп оны бүкіл астынан өтетін еді. Бүкіл сондай жаңа талаптармен жасайтын бәрі соны астынан өтіп фотосессия жасаған сол жерде. Сондай қызық болды. Қызық болсын деп біздің бақтаға келгеніміз сезінсін деп сөйтіп жасадық. Талапкер сіздерге айтарым, біздің мұнай бөлімімізге келіп түсуіңізге болады. Өйткені біздің мұнай бөлімінде нағыз мұнайшылар ер азаматтар көбіне, әсіресе балдар түскен жақсы. Өйткені жас балдар, мамандар көп ойлайды мысалы, ой мұнай дейтін ауыр, анау мынау деп. Олай емес. Сіздер өздеріңіз өз бойым жақсы оқып жатырық қой.
жақсы тәжірибе аласыздар, мұнайшы боласыздар. Мұнайшы дейтін болашағы бар мамандық жалпы. Каждый бала, ер азамат өздерінің қолдарына кілт құрал ұстап, сөйтіп жұмыс жасағаны жақсы. Осы колледжге түссеңіздер сіздердің алдарыңызға мыңдаған мүмкіндіктер ашылады. Колледжбен көптеген компаниялармен контрактқа түседі. Сол контракт арқасында сіздер өздерінің болашақтарында жұмысқа тұруға оңай болады. Талапкерлерге айтарым, мұнай саласы өте оңай деп айта аламын, себебі кейбіреулері біреулердің мысалға жаңа талапкерлер көбінесе қасындағы балалардың арасында мұнай саласы өте қиын жұмыс, оның жұмысы бөлек, далада жұмыс жасау керек, қыстың күні жұмыс жасау керек деп бөлінеді. Ол бастапқы қиыншылық болады, ары қарай жеңісін көрсеңіздер, қалай айтсам болады сіздерге, өте болашағы зор мамандық деп айта аламын мұнай саласы. Болашағында Жоспарла. Политехта Таңда.